Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Бүгінгі міне біздің дене шынықтыру сабағы бойынша осы бағдарламаны ұсынамыз. Бұл бағдарламаның аты CrossFit. Яғни бұл бағдарламада қазір ашып қарасақ, әртүрлі тапсырмалар беріледі. Мына жерде все тело деген, яғни бүкіл денеге арналған жаттығулар, пресске, мына жерде жүректің соғысын қадағалайтын жаттығулар, тағы да аяқтың жаттығулары, неше түрлі. Жаңадан бастап жатқан спортсмендерге болмаса оқушыларға арналған жаттығулар бар. Бұл жерде әмбебап бағдарламаның бір ерекшелігі, мысалға мына кірсек, бұл жерде негізгі мақсатымыз, мысалға өзімізге бір мақсат қоямыз. Мысалға бір аптасына 7 күнге қойдық мысалға мына жаттығуларды. Осыны күнде қайталап отырамыз, және де бұның ерекшелігі тек подходтарын көбейтіп, уақытын арттырып отырамыз. Мысалға бірінші күнге кірсек, өзімізге тапсырма, мына жерде 11 жаттығу берілген бізге. Сол 11 жаттығуды қайталау арқылы, мысалы өзімізге 20 секундтан берілген, және де өзінің подходтары көрсетілген, неше рет жасалатыны. Кіреміз. Енді бұның ішінде бёрпи деген жаттығу, мысалы бұған бізге 20 секунд берілген. Сол жаттығуларды өтеміз. Мысалы автоматически келесі жаттығуда өтуге болады. Мысалы демалыс береді. Өзі программа демалыс береді. Осы уақыттың ішінде демалып аламыз. Одан кейін келесі жаттығуға көшеміз. Келесі жаттығуға мысалы отжимание. Отжимание 16 рет жасаймыз. Бұл енді количество счетқа жасаймыз. Демалыстан кейін қайттан келесі жаттығуға. Солай бұл жаттығуларды айналмалы жүйе арқылы жасаймыз. Бұл енді программа өте тиімді. Қазір уақытта кеңінен қолданылып жатыр. Бұл бағдарламаның ерекшелігі, бұны топтықта болып жекелей де жасай аламыз. Және бұл ондай көп құралдарды қажет етпейді. Үйдегі жағдайда жасай беруге де болады. Өте тиімді. Оқушыларға да, спортшыларға да, белгілі бір мақсатқа жетем деген адамға керемет таптырмайтын бағдарлама деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Спортпен шұғылданыңыздар. Осындай бағдарламалар